Сәлеметсіңдер ма, балалар? Қазіргі тыңдайтын ертегілерің ғажайы құс. Баяғыда бір кедей болыпты. Бала шағасын асырау үшін орманнан отын жинайды екен. Бірде ол құстың ұясын тауып алып, ішінде бір жұмыртқа жатса керек. Кедей жұмыртқаны алып, үйіне қайтады. Жолда көпес ұшырасып оған: «Әй, мына жұмыртқаңды маған сат, қанша сұрайсың?» дейді. Ал кедей жай әзілдеп: «100 теңгеге сатам» дейді. Көпес сөзге келмей 100 теңгені санап береді. Кедей бала шағасына ішіп-жем, киім алып, бір жырғақ қалады. Содан ертеңінде тағы да орманға барады. Қараса, әлгі құс тағы бір жұмыртқа тауыпты. Кедей ол жұмыртқаны да алып, қайтып келе жатса, алдынан әлгі көпес шығады. «Ой, кеше саған жұмыртқаны су тегінге беріппін ғой» дейді кедей. «Ал бүгін 200-ден 1 теңгеде кеміттеймін» дейді. Көпес 200 теңгені санап береді. Үшінші күні кедей тағы орманға жөнеледі. Көпес оған: «Ай, шаман келсе, сол құстың өзін ұстап алсаңшы» деп кеңес береді. Кедей құсты ұстап алады, жұмыртқасын да іле кетеді. Ал көпес: «Құсты маған сат» деп жатып кеп жабысады. Содан жұмыртқаға 300, құсқа 600 теңге төлеп сатып алып, құсты қайтадан кедейге беріп: «Әйеліңе пісірт, екеуміз бірге жейміз» дейді. Кедейдің әйелі құсты пісіріп, көпестің келуін күтіп отырады. Осы кезде ұлдары келіп: «Апатай, қарнымыз ашты, жейтін бірдеңе берші» деп қыңқылдай бастайды. Балалары ақыры шыдамай, біреуі құстың бөтегесін, біреуі жұмыртқасын жеп қояды. Кедей мен көпес келіп, құстың бөтегесі мен жұмыртқасы жоғын көріп, әйелге дүрсе қоя береді: «Қайда жібердің, айт қане? Жеген жоқпын, ойбай!» Ақыры іс насырға шауып, олар әйелді сойып, ішінен бөтеге мен жұмыртқаны алмақ болып шешеді. «Маған дікеңдей қалдыңдар» деп кейді әйел: «Іздегендеріңді балалар жеп қойған». Көпес балаларды қуа жөнелгенмен ұстай алмай қалады. Ал балалар қаша-қаша басқа патшалыққа тап болады. Жол айрығына жетіп, «Былай барсаң қайтпайсың, ал бұлай барсаң ораласың» деген жазуды оқиды. Кішісі бірінші жолды таңдайды, екеуі өзара: «Біреуміздің басымызға іс түссе, ішкен суымыз қызыл түске боялар. Шартты белгі сол болсын» деп келіседі. Үлкен ұл екінші жолға түседі. Кіші ұл аз ба, көп пе, жол жүріп, азып тозған, қайшыланған елге тап болады. Ол елде жөні түзу жалғыз үй болыпты. Үй жандағы бақта бұлақ бар екен. Бала жігіт бұлақтан су ішіп, сая жерде ұйықтап кетеді. Үйден күтуші әйел шығып қарап, ханымға: «Біздің бақта бір жас жігіт ұйықтап жатыр. Бұрын соңды бұндай көркем сұлу жігітті көрген емеспін. Бұл жаққа неге келгенін сұрап білсек қой» дейді. Сосын ол жігіттің қасына барып: «Әй, жігітім» деп дауыстайды. «Ой» деп жігіт шошып оянады. Ол көпес қуып жеткен екен деп ойлаған еді.
күтуші әйелді көріп, көңілі орнына түседі. Сені ханым шақырып жатыр. Жігіт күтушіге еріп, үйге кіріп, ханымға бүкіл басынан кешкенін әңгімелеп береді. Ханым оған: осында қал, бұдан жақсы жерді бәрібір таппассың. Осындағы дүниенің бәріне елік ет деп қолқа салады. Жігіт сонда қалып, алаңсыз өмір сүріп жатады. Күндердің бір күні ол әйеліне: аң аулап қайтайын дейді. Әйелі: тек әне бір таудан аспа. Әке-шешем сол таудан асып аң аулап еді, содан қайтып оралмады. Патшалығымыздың барша адамы сол таудан асам деп ғайып болды. Сондықтан онда барма деп ескертеді. Жігіт аң аулауға аттанады. Жүре, еш аң құс кезікпей, әлгі таудан асып кеткені. Іле кеш батады. Ол бұғатып алып, етін істікке өткізіп, отқа қақтай бастайды. Ас алдында қолын жуып жатып, кенет: қонақ қабылдай аласың ба жігітім деген дауыс естиді. Қабылдағанда қандай, қош келіпсіз. Саған қапсыз сенуім үшін 3 тал шашымды берейін. Бір талын өзің ал, біреуін қаруыңа, ал біреуін иттеріңе жабыстыр. Айтты бітті, айтқаны істелді. Екеуі кешкі асқа кіріседі. Жігіт бір кесек жегенше қонақ бұғының жарты етін жалмап алады. Асықпай же, қайырымды адам, неге сонша асығасың? Асығамын, сені жалмап барып басыламын. Сөйдеп ол жігітті ат-матымен, итімен қоса жалмайды. Ал енді ағасына келейік. Ол бір күні суға қарап, оның қанға ұқсап қып-қызыл боп кеткенін байқайды. Сорлаған басым, інім бір пәлеге ұшыраған екен деп ағасы інісі кеткен жаққа жөнеледі. Ол да сол баққа келеді. Үйден күтуші әйел шығып қарап: ханым, күйеуіңіз келіп, бұлақ басында ұйықтап жатыр дейді. Оят деп бұйырады ханым. Жігіт шошынып атып тұрады. Қасындағы әйелді көріп, көңілі орнына түседі. Мұнда не қып жатырсың? Үйге кір. Сыңайы, менің інім үйдің бір қалтарысында өліп жатқан болар деп ойлайды жігіт, бірақ тіс жарып үндемейді. Сол түні жігіт әйелдің қасына жатудан үзілді кесілді бас тартады. Бөлек жатамыз. Мен де сондай шерт бергем. Сен өзің есіңнен адасқан шығарсың деп әйел таң қалады. Маған мылтық бер, ертең аңға шығамын. Мен саған мылтықты кеше берген жоқ бедім. Оны жоғалтып алдым. Басқасын бер. Сосын кеше қай жаққа барғанымды көрсетіп жіберші дейді. Ханым оған мылтық беріп, қай жаққа баратынын көрсетеді. Таңертеңгісін тұрып, аң аулауға жөнеледі. Жолда тек өлі аң құсты кездестіреді. Содан жүре, тау асып кетеді. Артынша кеш батып, қас қараяды. Ол да бұғы өлтіріп, етін қақтауға кіріседі. Ас алдында қол жуа бергені сол екен: әй жігітім, қонақ қабылдайсың ба деген дауыс естиді. Жігіт іштей, шамасы інім осыдан өлген болар деп ойлап: келсең кел дейді. Саған шын сенуім үшін мына 3 тал шашымды алып, біреуін өзіңе қалдыр, біреуін атыңа, ал біреуін итіңе жапсыр. Әкел. Оның еш қиындығы жоқ деп жігіт 3 тал шашты алып отқа тастайды.
қонақ отыра қалып, қолына ілінгенін қарбытып асай бастайды. Маған да бірдеңе қалдырсаңшы, дейді жігіт. Мен қазір өзіңді жеймін. Жеп көр, дейді жігіт, иттерін айтақтайды. Мына адамның бытшысын шығарыңдар, бір тал шашы қалмасын. Иттер тарпа бас салып, жұлмалай бастағанда әлгі адам: мен бәрібір өлемін, ал күнәм көп. Аздап болса да күнәдан арылмасам, жаным жай табар емес, дейді. Сөйдеп ол алыстан жылтылдаған жарықты көрсетеді. Анау жақта менің үйім бар. Соның бір бөлмесінде мен өлтірген адамдардың сүйегі үюлі жатыр. Сол жерден сиқырлы бет орамалымды табасың. Бет орамалды бұлақтың суына малып, сүйектерді сүртсең, өлгендердің бәрі тіріледі. Иттер әлгі адамды бұтарлап тастайды. Жігіт жарық көрінген жаққа жүріп кетіп, таң атқанда межелі жерге әрең жетеді. Үйге кіріп, сүйек үйілген бөлмені табады. Содан бір апта бойы сүйектерді ашық алаңға тасиды. Сиқырлы бет орамалды да тауып, бұлақ суына малып, қаншама адамды, аттар мен иттерді тірілтеді. Інісі де тіріліп, көзін уқалап түрегеледі. Бауырлар құшақтасып қауышып, сонсым патшалықты бөлсіп, ұзақ өмір сүрген екен, дейді. Қалай балалар? Ертегі ұнады ма? Онда жайлы жатып, жақсы тұрыңдар.